Саламатсыздар ма достар? Бүгін мен өзімнің палау істеу әдісімді көрсететін боламын. Алдымен заттарымызды тазалап, жуып, дайындап аламыз. Қызып тұрған майға етімізді саламыз. Етіміз қуырылғанша пиязымызды осылай турап аламыз. Палауға бұршақ қосқыңыз келсе, бір күн бұрын жібіткеніңіз дұрыс. Ал аяқ астынан істейтін болсаңыз, қайнаған суға ас содасын салып, бұршақты жібітіп қойсаңыз тез дайын болады. Қуырып жатқан етке пиязымызды қосып, қызыл түске кіргенше қуырамыз. Сонда палауымыздың түсі әдемі болып шығады. Сәбізді әркім өз қалауынша турауға болады, бірақ ірілеу турасаңыз, палауыңыз әдемі және дәмді шығады. Сәбізді 2-3 минут қуыру жеткілікті. Қалауымызға қарай тұз саламыз. Сәбізі батып тұратындай қылып су құямыз. Артынша жібітіп қойған бұршағымызды салып 35-40 минут қайнатамыз. Қайнап шыққан соң отына жайлатамыз. Күрішті жақсылап жуып 5-10 минутқа жылы суға салып қоямын. Күрішті қазанға салып отты көтереміз. Қазанымыз бір тегіс қайнауына назар аударыңыз, сонда күрішіміз әдемі бір қалыпта піседі. Жоғары өртте палауымыз суы тартылғанша қазанды қайнатамыз. Қалауыңызға қарап әртүрлі дәмдеуіштер қосуыңызға болады. Мен қара бұрыш салдым. Барлық суы тартылған соң күрішті осылай ортаға жиямыз. Сосын күрішімізді видеода көрсетілгендей қасықтың артымен тесіп қоямыз. Бетіне осылай зере себіп, баяу отта 25-30 минутқа қазанның қапқағына жауып демдеп қоямыз. Палауды әркім өз қалауынша жасайды. Менің рецептімді жасап көріңіз, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.